Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын. Наурыз мейрамының ажырамас белгісі наурыз көже дайындау. Сол себепті бүгін сіздерменен наурыз көже дайындау тәсіліммен бөліспекшімін. Наурыз көже әдетте 7 түрлі тағамнан дайындалады. Наурыз көжені әр жерде әр түрлі дайындағанменен құрамы өзгермейді. Халқымызда наурыз мерекесі жақындаған сайын әрбір отбасы наурыз көже жасауды міндет деп санайды. Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз тойында әрбір шаңырақта міндетті түрде әзірленген. Халықтық дәстүр бойынша оған бидай, тары, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы тиіс. Тақ санын сақтап, мұндай азық-түліктер саны көбейтіле береді. Соғымнан арнайы сақталған мүшелер, яғни қазы, қарта, шұжық, тағы да басқалары да қосылады. Наурыз көжені халық арасында тілеу көже, көп көже деп те атайды. Наурыз көжеге қосылатын заттардың әр қайсысының өзіне тән мағынасы бар. Мәселен, ет, дастарханымыздан ет үзілмесін, жағдайымыз жақсы болсын деген ниетпен қосылған. Ал су жұртымызда ешқашан тасапшылық болмасын, өмір өзен деген мағынасында қосылған. Етімізді жақсылап жуып, қазанымызға салып, пісіріп аламыз. Етіміз осылай бұрқылдап қайнаған кезде бетіне шығып тұрған көбіктерін сүзіп алып тастаймыз. Қазымыз жарылып кетпес үшін зубочистканың көмегіменен осылай бірнеше жерінен тесіп шығамыз. Сонымен қатар наурыз көжеге дәнді дақылдар да қосылған. Мұның негізінде бір тамырдан өсіп өнген дәндер секілді ұрпағымыз жайылып көбейсін деген мағына жатыр. Келесі кезекте дәндерімізді жақсылап жуып, кезек-кезегіменен бөлек ыдысқа салып пісіреміз. Ұзақ пісетін болғандықтан ең алдымен бидайымызды салып пісіріп аламыз. Бидайымыз жұмсарып қалған кезде үстіне күрішімізді салып пісіреміз. Ең соңында тарымызды салып, оны да 5-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Кейбір өңірлерде наурыз көжеге кеспе қоспайды, бірақ бізде осылай кішігірім қамыр илеп, кеспе қылдырып турап, наурыз көжеге қосамыз. Сіздер де өз ыңғайларыңызға, қалауларыңызға байланысты жасасаңыздар болады. Қамырын қаттырақ қылып илеп, осылай жалпақша етіп турасаңыздар, езіліп кетпейтін болады. Екі сағаттай бұлбырап піскен жұп-жұмсақ етімізді сорпамыздан шығарып аламыз. Келесі кезекте қайнап тұрған сорпамызға кеспемізді салып пісіріп аламыз. Дайын болған етімізді әдемілеп турап шығамыз. Келесі кезекте дайын болған сорпамызға заттарымызды біртіндеп қоса бастаймыз. Бөлек пісіріп алған дәндерімізге сорпадан құйып араластырып аламыз. Осы жерде сорпаңыздың дәміне қарай тұз қоссаңыз болады. Тұз тек көженің ғана емес, барлық тағамның дәмін келтіруші компонент болып табылады. Кейін оларды сорпаға қосып, жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Әдемілеп туралған етімізді де сорпамызға саламыз. Міне біздің сорпамыз осындай қоймалжың болып шықты. Сондай-ақ наурыз көженің құрамына ағарған заттар қосылған. Яғни айран, құрт, қатық. Оның мағынасы айрандай ұйып отырайық, тату болайық деген сөз екен. Осымен наурыз көжемізге 7 түрлі дәм қосылды. Әр қайсысын атап өтетін болсақ, олар ет, су, бидай, күріш, тары, кеспе, тұз, айран және де құрт. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.
Алдағы уақытта жент әзірлеу әдісімменен бөлісетін боламын. Қызықты рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып кететін болсаңыздар, арнамда шығатын видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Асем.